Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз 4-ші тоқсандағы алғашқы сабағымызды бастаймыз. Біз 4-ші тоқсанда жаңа бөлім, яғни 8-ші бөлім театр өнері мен мәдениеті бөлімін бастағалы отырмыз. Бұл бөлімде сонымен қатар жай сөйлем түрлерін өтетін боламыз. Театрдың не екенін барлығымыз білетін шығармыз, иә? Мына суретте Алматы қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы драма театрының суреті бейнеленген. Театр мен мәдениет үйі бір-біріне қатты ұқсас болып келеді. Дегенмен, қойылатын болса, ал театрда сахналық қойылымдар, көріністер қойылады, яғни драмалық туындылар қойылатын болады. Бүгінгі тақырыбымыз театр өнері. Дәптерлеріңізді ашып, жаңа тақырыпты жазып алыңыздар. Бірінші тапсырмада графикалық ақпарат берілген, яғни сызба берілген. Осы сызбадағы мәліметтерді жақсылап есімізде сақтайық. Өйткені қазір сабақ барысында бұл мәліметтер бізге қажет болады. Театр. Грек тілінде театрон ойын-сауық орны, ойын-сауық деген мағынаны білдіреді. Біздің заманымызға дейінгі 2500 жылы ежелгі Мысырда, кейін Грекияда ең алғашқы театр пайда болған. Ал қазақ даласында 1917 жылы Ойқұдық жайлауында Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек драмасы қойылды. 1925 жылы кәсіби театр ашылды. Бұл Қызылорда қаласында ашылған ең алғашқы профессионалды театр болатын. 1925 жылы осы театр Алматыға көшірілді. Енді үшінші тапсырманы орындаймыз. Үшінші тапсырма тыңдалым тапсырмасы мұқият тыңдауымыз қажет. Және бұл аудио мәтінмен бірінші тапсырмадағы графикалық мәтінді салыстыруымыз қажет болады. Сондықтан мұқият тыңдаңыздар. Аудио мәтін. Қазақ даласының негізін қалаған Мұхтар Әуезов қазақ топырағында драматургия дәстүрінің жоқтығына қарамай, басқа елдер әдебиетінен үйрене отырып, жанр шарттарын толық сай келетін Еңлік кебек трагедиясын жазды. Драма заңдылықтарын жете меңгергенін танытты. Оның іргесін қалады. Еңлік кебек пьесасы Әуезов шығармашылығында қазақ әдебиеті тарихында да ерекше орын алады. 1917 жылы мамыр айында Ойқұдық жайлауында Абайдың аяулы жары Әйгерімнің 8 қанат үйінде Еңлік кебек пьесасы тұңғыш рет қойылды. 1918-1924 жылдар аралығында Ақмолада, Көкшетауда, Орынборда, Шымкентте көптеген драмалық үйірмелер ұйымдастырылды. Ал тұңғыш кәсіби театрымыз 1925 жылы Қызылорда қаласында ашылды. 1928 жылы өнер ордасы жаңа Астана Алматыға қоныс аударып, қазақтың мемлекеттік драма театры атанды. Бүгінде елімізде 35 кәсіби театр, соның ішінде қазақ драма театры, балалар мен жасөспірімдер театры, музыкалық драма театры және қуыршақ театрлары жұмыс істейді. Мәтін түсінікті болса, осы тыңдаған аудио мәтінімізбен бірінші тапсырмада графикалық мәтінді салыстырып, екі мәтінде не туралы айтылды және қайсысында қандай ерекшелік бар, екеуінің баяндалу тілі қандай, стилі қандай, сөйлемдері қандай, соны дәптерімізге түсіреміз. Одан кейінгі бізде грамматикалық ақпараттар, яғни бізде жай сөйлем құрылымдық түрлері туралы анықтама берілген. Бізге жалаң сөйлем мен жайылма сөйлем берілген. Бұл сөйлемдерді оңайырақ түсіну үшін біз тапсырмаға бірден көшейік. 6-шы тапсырмаға назар аударыңыздар. Жаңа біз тыңдаған мәтіннен алынған жайылма және жалаң сөйлемдерді таблица түрінде ұсынып отыр. Жалаң сөйлемдер, қарап отырсаңыздар, өте қысқа, байқасаңыздар. Ал жайылма сөйлемдер сырт көзге қарағанда ұзағырақ, үлкенірек болып көрінеді. Шын мәнінде жалаң сөйлемдер тек бастауыш пен баяндауыштан тұрады. Мысалы, бірінші сөйлемде Мұхтар Әуезов жазды. Не істеді? Жазды, баяндаушы болады. Кім жазды? Мұхтар Әуезов жазды. Бұл бастауыш болады. Сонда жалаң сөйлем дегеніміз тек бастауыш пен баяндауыштан тұрады. Ал жайылма сөйлем дегеніміз бастауыш пен баяндауыштан өзге құрмалас сөйлемдер қатысатын болса, бұл жайылма сөйлем деп аталады.
мысалын оқып көрейік. Еңлік кебек пьесасы қазақ әдебиеті тарихында айрықша орын алады. Не істейді? Айрықша орын алады. Не айрықша орын алатын? Еңлік кебек пьесасы. Ал қайда айрықша орын алады? Қазақ әдебиеті тарихында. Бұл жерде қайда деген сұраққа жауап беретін тұрлаусыз сөйлем мүшесі қатысқан. Енді мына 6-шы тапсырмада біз бұлай жасауымыз керек. Жалаң сөйлемді жайлы сөйлемге, жайылма сөйлемді жалаң сөйлемге айналдыруымыз керек. Мысалы, Мұхтар Әуезов Еңлік кебек пьесасын жазды десек. Мұхтар Әуезов нені жазды? Еңлік кебек пьесасын жазды. Нені деген сұраққа жауап беру арқылы толықтауыштық қызмет атқарып тұрлаусыз мүше болады. Осылай, осы ретпен 6-шы тапсырманы орындап шығамыз. Және сіздерге қосымша сілтеме оқулықтарыңыздың 196-шы бетінде берілген мәтінді оқып танысыңыздар. Оқылым мәтіні. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.